студенттер, бүгін сіздермен ақпараттық жүйелердегі деректер қоры пәні бойынша деректер қорының ер диаграммасы және деректердің байланысы атты лекция қарастыратын боламыз. Бұл лекция барысында біз сіздермен маңыз байланыс, яғни ER моделінің негіздерімен танысатын боламыз. Маңыз және олардың арасындағы байланыстар, деректердің байланыстары және олардың түрлері, ER диаграмма және оның элементтерімен сонымен бірге нақты бір практикалық мысал қарастыратын боламыз. Бұл лекцияның негізгі мақсаты студенттерді семантикалық модельдеу негіздерімен таныстыру болып табылады. Бұл мақсатқа жету үшін біз өз алдымызға келесі міндеттерді қойдық. Бұл студенттерге семантикалық модельдеу және ER модель туралы жалпы түсінік беру, ER диаграмманың негізгі элементтерін үйрету, сонымен бірге деректер қорын байланыстыруға олардың түрлерін үйрету болып табылады. Жалпы семантикалық модель дегеніміз не? Маңыз байланыс модель, яғни маңыз байланыс модель дегеніміз не? Ол осы мағлұматтар осы слайдта көрсетілген. Маңыз байланыс моделі ағылшын сөзінен entity relationship модель немесе ER модель деген сөзден алынған деректердің жоғары деңгейлі концептуалды модель болып табылады және деректер базасын жоспарлау үрдісін ықшамдау мақсатында 1976 жылы Чен ғалымы тарапынан ұсынылған. Яғни деректер қорын жоспарлау және жобалау, яғни құрудан алдын оның маңыз байланыс моделін құрылатын болса, құрылатын деректер қоры өте пайдалы, тиімді және функционалдығы тарапынан ұзақ уақытқа жарамды болып табылады. Маңыз байланыс моделінің негізгі мақсаты бұл деректер базасын жобалаумен байланысты деректерді қолданушылық қабылдау және көптеген техникалық аспектілерді келісу моделін құру болып табылады. Маңыз байланыс моделінің негізгі концепциялары маңыздардың, байланыстардың және атрибуттардың типтерін өз ішіне алады. Бұл модель нақты өмірдің қандай да бір маңызы семантикалық ақпаратына негізделеді. Яғни маңыз байланыс моделінің негізгі функциясы бұл біз қарастыратын нақты бір пәндік облыстың жалпы сипаттарын толық сипаттау болып табылады және бұл осы маңыз байланыс моделі негізінде яғни деректер қоры жобаланатын болады. Маңыздардың типтері қандай да бір кәсіпорында сипатталатын не тәуелсіз түрде болатын объект не концепция. Бұл маңыз дегеніміз бұл осы семантикалық модельдің ең негізгі ұғымы болып табылады. Маңыз келешекте деректер қорын басқару, яғни құру кезеңінде қатынасқа, яғни кестеге айналатын болады. Бұл қандай да бір кәсіпорында сипатталатын бір объект. Мысалы, университет алатын болсақ, студент деген маңыз болуы мүмкін, оқытушы деген маңыз болуы мүмкін, немесе пән, үлгерім, тағы да басқа маңыздар келешекте кестеге айналатын объекттер болуы мүмкін. ER модельдеудің негізгі концепциясы нақты өмірдің қасиеттері бірдей объекттердің жиынтығынан тұратын маңыздың типі болып табылады. Маңыздың типі тәуелділігімен сипатталады және физикалық не концептуалды түрдегі объект болуы мүмкін. Маңыз бұл да негізгі анықтама. Маңыз бірегей тәрізде сәйкестендіруге болатын маңыз түрінің данасы. Маңыздың әр типі атымен және қасиеттер тізімімен сәйкестендіріледі. Яғни, әр маңыздың өзінің атауы бар, жоғарыда аталғандай студент, оқытушы, пән, үлгерім және олардың қасиеттер тізімі. Қасиеттер тізімі дегеніміз келешекте баған, яғни атрибутқа айналатын болады. Олардың яғни тізімі көрсетілуі қажет. Маңыз байланыс моделінің негіздері және анықтамалары. Маңыз модельде ескерілуі тиіс бір типті объекттердің жиыны. Мысалы, қызметкер болуы мүмкін, қандай да бір кәсіпорын алатын болсақ, университетті алатын болсақ, студент және тағы да басқа. Әрбір маңыз тік төртбұрыш түрінде бейнеленеді, ол суретте көрсетілген. Маңыздың данасы берілген маңыздың нақты өкілі. Мысалы, қызметкер маңызының данасы болып, қызметкер Ахметов қызметкері болуы мүмкін. Маңыздың даналары өзгеше болуы қажет. Яғни, толық қайталанбайтын болуы қажет. Берілген маңыздың әр данасы тек өзіне тән қасиеттерге ие болуы қажет.
Маңыз байланыс моделінде маңыздың атрибуты деген ұғым анықталады. Маңыздың қандай да бір қасиеті болатын атауы бар сипат. Қызметкер маңыздың атрибуттары осы суретте көрсетілгендей, бірінші сол жақтағы суретте көрсетілгендей, есептік нөмір, тегі, аты, қызметі және тағы да басқалары. Маңыздың атрибуттары маңызды анықтайтын тік төртбұрыштың ішінде шеңберінде көрсетіледі. Бұл қызметкер маңызының атауы, есептік нөмір, тегі, аты және қызметі маңыздың атрибуттары. Маңыздың кілті дегеніміз не? Кез келген маңызда оны толық сипаттайтын қандай да бір атрибут болуы қажет. Мысалы, қызметін алатын болсақ, қызметкерді толық сипаттай алмайды. Қызметкердің аты да оны толық сипаттай алмайды. Тегі ол да сипаттай алмайды. Ал қызметкердің есептік нөмірі бұл қызметкерді толық сипаттай алады. Өз жеке түрде. Себебі есептік нөмір бұл осы кәсіпорын шеңберінде қайталанбайтын атрибут болып табылады. Әр қызметкерге өзіне тән нөмір меншіктелген. Маңыздың кілті мәндері маңыздың әр данасы үшін әмбебап болатын атрибуттардың жиыны. Маңыздың бірнеше кілттері болуы мүмкін, ал бұл біздің көрсетілген мысалда тек қана бір кілті бар. Кілттік атрибуттар диаграммада астыңғы сызықпен көрсетіледі. Маңыздың арасындағы байланыстар дегеніміз не? Байланыс екі маңыз арасындағы қандай да бір қауымдастық. Бұл бір маңыз басқа маңыз не өзімен байланысқан болуы мүмкін. Байланыстар бір маңыздан өзімен байланысқан басқа маңыздарды табуға мүмкіндік береді. Мысалы, маңыздар арасындағы байланыстар келесі сөйлемдерден берілуі мүмкін. Қызметкердің бірнеше балалары болуы мүмкін. Әр қызметкер тек қана бір бөлімде тіркелген. Яғни бұл байланыстың не қажеттілігі бар? Мысалы, үлкен көлемдегі мәліметтерді бір кестеге, бір маңызға қосу, яғни бір кестеде бейнелеу функционалдық жағынан, яғни өте тиімсіз. Яғни қызметкер басқа кестеде болуы қажет, оның мекен жайы немесе тағы да басқа мәліметтер басқа кестеде болуы қажет. Ал енді бұл кестелер бір-бірімен байланыстыру үшін оларда осындай мүмкіндік қосылған, яғни деректер қорын басқару жүйелерінде осындай мүмкіндік қосылған деректер қорындағы кестелерді байланыстыру мүмкіндігі. Олардың негізгі мақсаты екі маңыз арасындағы байланыстарды, яғни мәліметтерді бір-бірімен байланыстыру. Мысалы, көрсетілген мысалда қызметкер және мекен-жай маңыздары бір-бірімен байланысқан, қызметкердің атрибуттары есептік нөмір, тегі, аты, қызметі болатын болса, олар туралы мәлімет, яғни олардың мекен-жай туралы мәлімет екінші маңызда сақталатын болады: қаласы, көшесі және үйі. Және қай мекен-жай, қай қызметкерге тиісті екендігін көрсету үшін екінші маңызға есептік нөмір атты атрибут қосылған. Яғни осы екі маңыз бір-бірімен есептік нөмір атты атрибут бойынша байланысатын болады. Маңыздардың арасындағы байланыстар графикалық түрде, яғни біріктіретін сызықтармен көрсетілген. Әрбір байланыстың екі ұшы және бір не екі атауы болады. Егер диаграмманы құруда пәндік облыс туралы келесі мәліметтерді алу қажет: пәндік облыс маңыздарының тізімі, маңыздардың атрибуттарының тізімі, маңыздар арасындағы байланыстардың сипаттамалары. Қызметкер және балалар маңыздары бір-бірімен байланысқан, яғни қызметкердің бірнеше, бұл сызбада көрсетілгендей бірнеше балалары болуы мүмкін, және бір бала тек қана бір атасы бар деген сөйлем бойынша байланысқан. Бұл осы кестеде көрсетілген. Егер диаграммада осындай астыңғы, яғни түзу сызықтар арқылы байланыстар көрсетіледі. Маңыздар арасындағы байланыстардың түрлері. Байланыстар бірнеше түрлерге бөлінеді. Бұл бірге бір байланысы, бірге көп байланысы, көпке көп байланысы. Пәндік облыстың нақты ерекшеліктеріне қарай және маңыздардың мазмұнына сай байланыстың қажетті түрі орнатылады. Маңыздардың бірге бір байланысы
дегеніміз, егер бірінші маңыздың бір данасы екінші маңыздың тек қана бір данасымен байланысқан болса, осы түрдегі байланыс орнатылады, яғни бірге бір байланысы. Мысал ретінде, Қазақстан Республикасының кез келген бір азаматының тек қана бір ғана және яғни жеке сәйкестендіру нөмірі болады. Бұл осы кезде сонымен бірге керісінше қандай да бір жеке сәйкестендіру нөмірі тек қана бір азаматқа ғана тиісті. Сол кезде екі маңыз бір-бірімен бірге бір байланысы бойынша байланысады. Екінші, егер бірінші маңыздың бір данасы екінші маңыздың бірнеше даналарына сәйкес келсе, яғни бірнеше даналарымен байланысқан болса, бірге көп байланысы орнатылады. Мысалы, Қазақстан Республикасының бір азаматының бірнеше автокөліктері болуы мүмкін, бірақ өз кезегінде бірнеше автокөліктер бір ғана азаматқа тиісті болатын болса, бұл кезде байланыстың бірге көп түрі қолданылады. Егер де маңыздың бір данасына екінші маңыздың бірнеше даналары және керісінше екінші маңыздың бір данасына бірінші маңыздың бірнеше даналары сәйкес келсе, көпке көп байланысы орындалады, яғни орнатылады. Бұл көпке көп байланысы бірге көп байланысының түрлендірілген формасы болып табылады. Оған мысал ретінде студенттерді атап көрсетуге болады. Студенттер бірнеше пәндерді үйрену мүмкін, және өз кезегінде бірнеше пәндерді бірнеше студенттер үйренеді. Бұл кезде байланыстың көпке көп түрі орнатылады. Бұл байланыстарды орнатудан негізгі мақсат деректер қорының жұмыс істеу жылдамдығын асыру, функционалдылығын асыру болып табылады. Келесі мысалда университет пәндік облысы үшін деректер қорының ER диаграммасын жобалау болып табылады. Онда бұл сызбада осы жалпы университеттің құрылымы үшін деректер қоры құрылған. Бұл әрине мысал ретінде жалпы нақты түрде деректер қоры өзгеше болуы мүмкін, бірақ бұл сызбада осы деректер қорының қалай ER диаграммасы құру және басқа пәндік облыстар үшін қалай қолдануға болады, сол көрсетілген. Бұл жерде маңыздар тік төртбұрыш ретінде көрсетілген және олардың атрибуттары оның астында осы тік төртбұрыштың ішінде көрсетілген. Мысалы, атап көрсететін болсақ, топ, студент, факультет, оқытушы, мамандық, аудитория, ведомость, кафедра, пән және оқу жоспары. Осы мысалды талқылайық. Топтың коды, топтың атауы, факультеттің коды, мамандық коды, оқу жоспарының кодымен сипатталады. Бұл тік төртбұрыштың ішіндегі атрибуттар, яғни маңыздардың атрибуттарының ішіндегі алғашқы кілттер осындай таңба арқылы көрсетілген. Мысалы, топтың коды бұл топтың алғашқы кілті болып табылады және осы топтың коды сөзінің алдына осындай таңбаша қойылған. Факультет маңызында факультеттің коды алғашқы кілт болып табылады. Мамандықтың коды алғашқы кілт. Аудитория маңызында аудиторияның коды. Кафедра маңызында кафедраның коды, пәннің коды, оқу жоспарының коды, ведомость коды, оқытушының коды және студенттің коды. Бұл барлығы алғашқы кілттер. Алғашқы кілт дегеніміз бұл байланыс орнататын кезде басқа қатынаста қайталанатын атрибут. Яғни топтың коды басқа қатынаста қолданатын болса, ол ішкі кілт болады. Ал топтың коды осы маңыз үшін алғашқы кілт болып табылады. Енді байланыстардың бұл жерде көбінесе бірге көп байланысы қойылған, немесе көпке көп байланыстары орнатылған. Мысалы, байланыстарды талқылайтын болсақ, топ және студент маңыздары бір-бірімен топтың коды арқылы байланысқан. Яғни, бұл жерде топтың коды және студент қатынасында да топтың коды атты атрибут бар. Олар бір-бірімен байланысқан. Бұл жерде бір топта бірнеше
студенттер бар. Сол себепті бұл жерде және бір студент бір топта оқиды. Сол себепті бірге көп байланысы орнатылған. Сонымен бірге кафедра және факультет маңыздары. Бір факультеттің ішінде бірнеше кафедралар бар, бірақ бір кафедра тек қана бір факультетке бағынады, қарайды деген бірге көп байланысы орнатылған. Пән және оқу жоспары бір-бірмен пән коды бойынша байланысады. Ол да бірге көп байланысы. Яғни пәндер оқу жоспарына кіреді, бірнеше пәндер кіреді. Ал енді бір пән тек қана бір оқу жоспарына кіруі мүмкін. Осындай байланыстардың түрлері бұл осы сызбада көрсетілген. Осы ер диаграмма негізінде құрылған деректер қоры, яғни жобаланатын деректер қоры өте тиімді, өте пайдалы және қолдануға өте пайдалы болып табылады. Осы деректер қорының ер диаграммасы бұл кестеде, яғни сызбада көрсетілген. Ол келесі кезеңде осы деректер қоры іске асырылу үшін нақты деректер қоры басқару жүйесінде деректер қоры құрылатын болады. Назарларыңыз үшін рахмет.